Ал қыздар, бүгін бәріміздің үйімізде осындай қалған жіптер бар. Мінекей қалған жіптерді де іске асыруға болады. Көп жинамаңыздар. Менің сіздерге беретін ақылым. Көп жинамай, мынандай әдемі заттар тоқып тастауға болады. Мінекей сатсаңыз ақша болады, сыйлыққа берсеңіз болады. Мінекей одан да кішкентай қыздарға тоқуға болады. Мынандай резинаның көмегімен әдемі ободоктар тоқып тастаңыздар. Міне, қазір біз бастаймыз. Бүгін мынадан бастаймыз. Міне, кішкентай қызға қазір тоқимыз. Сөйтіп, алдағы 3 күнде мінекей 3 түрлі ободокты көрсететін боламын. Үйреніп, пайдалануларыңызға әбден болады. Мінекей артық жіптерді ары қарай салып қоясыз. Енді біз бастаймыз. Мына көк жіптен бастайық. Қазір өткенде үйренгеніміздей бірінші қадамда бір 12 жіп тоқып алыңыз. Өйткені қыздарға, кішкентай қыздарға, кейбіреулер жіңішке ободок таққысы келеді. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мінекей 12 тоқылды. Мінекей жіңішкелеу қып, әдемілеп қып біз тоқып көрсететін боламыз бүгін. Қалған жіптеріңіздің бәрін түрлі нәрсе тоқып тастауға болады. Ковриктер тоқуыңызға болады, түрлі түсті қып. Көп жинамаңыздар. Болмаса осындай ленталар тоқып тастаңыздар. Болмаса баняға киетін шапка тоқып қойыңыз, ол да өте қажет қазір. Бір жіпті көтеріп қоясыз, осылай әр біткен кезде қатар бір жіпті көтеріп алып, екінші жағына бұрыласыздар. Мінекей бұл жаңағы бірінші, екінші қадам ғой, алдында үйретілген. Сол сабақ бойынша ақырындап сіздерге не тоқу керегін үйретіп жатқаным. Үйдегі жағдайда қолыңыздағы бар жіппен баяулап, әдемілеп, уақыттарыңыз бар, бір 20 минутта тоқып тастауға болады. Күніне 13 тұғын тоқуға болады. Уақытыңыз болса, ободоктарды күзде күн жылынғанда киюге болады. Ешқандай қиын емес. Осылай тоқып, ұзыннан тоқи бересіз. Сосын басыңызға өлшейсіз, бекіте саласыз. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Сосын гүл болмаса өзіңізге ұнайтын нәрсені жапсыруға болады. Болмаса кейбір бір тонды қалайды көбісі. Гүл ештеңе қаламайды кейбір кішкентай қыздар. Сондықтан бір түсті қып қана тоқып тастауыңызға болады. Гүлдерді кейін өтетін боламыз. Гүлдерді де үйрететін боламын. Бірнеше түрін. Бір түсті тоқу өте жеңіл, оңай. Көрдіңіздер ғой мінекей. Сол алған набирать еткен жібіңізді тоқи бересіз, шатаспайсыз. Санап отырасыз арасында.
тоқымада есепті жақсы көреді ғой. Есептеп отырмасаңыз кей кезде қисық болатын узорлар болады, қисық болып қалады. Сондықтан міндетті түрде бір жіп көтеруді ұмытпаңыздар. Оқып жатқанда ілмектеріңіз және жіптеріңіз тура түсу үшін қадағалап, есептеп отырыңыздар. Бұдан да жіңішкелерін тоқуыңызға болады. Өйткені көп қыздар жіңішкені қалайды, жуан тоқылғандарды жақсы көреді кейбіреулер. Мен среднийін алып жатырмын. Тоқуды көрсетіп жатырмын среднийді. Тіректеп қалдық қыздар. Қазір ең соңғы қатарды тоқимыз. Одан кейін бір-бірінен қосамыз да жұмысымызды аяқтаймыз. Жұмысымызды аяқтадық. Міне қараңдар қыздар, әдемі болып шықты ғой, мінекей. Тамаша. Енді осы екеуін былай қосып аламыз. Бір-біріне жалғайсыздар былай. Бірдей қылып ұстайсыздар. Сосын ең соңғы жіп бар ғой, ең бірінші жіп бар ғой, міне. Соны былай қосып аласыз. Әрбір жіпті аласыз да былай қосасыз. Соңғы жіпті тоқып жатырмыз, міне. Болды, міне, қараңыздар. Мынау ішкі жағы, мынаны айландырғанда, міне, тамаша табадок шықты. Қараңыздар, енді осылай болмас үшін кейбіреулер осылай да жақсы көреді, бірақ мен бір қатар осылай тоқып аламын. Абадогымыз ровно болу үшін. Қазір мінекей қараңыздар, осы жіпті ешқандай қырықпаймыз. Қырықпаймыз да, мінекей қайтадан өзіңізге қаратып, әрбір жерінен осылай бір рет тоқып алсаңыз, абадогыңыз өте түзу,
әдемі болып шығады. Қазір екі жағын тоқимыз да бітіреміз. Сонымен абадамымыз дайын болады. Тез қыздар, тез тоқуға болады. Осыны түрісін тоқып үйреніп алсаңдар да, ол сізге жақсы үйде отырған әсіресе аналарға жақсы табыс әкеледі. Және өз балаларыңызға керемет әдемі қылып трендтаға абадақтарды тоқуға болады. Ойластырып ойыңызды іске қосыңыз, ізденіңіз, сонда әдемі дүниелер шығады қолдарыңыздан. Бәрін ойша тоқи берсеңіз болады. Мен көбінше ойша тоқимын бәрін. Солай бұрын бізді солай үйреткен ғой, енді қазір специально осылай үйретеді. Бірақ біз өзіміз сол шешелеріміз бұрын осылай үйреткен. Қазір екі жағында осылай жүргізіп аламыз. Сонда созылып кетпейді, қараңыздар, әдемі болып түседі. Жуылғанда да осы күйде тұрады. Бітірдік қыздар, қараңдар енді. Ең соңғы жүгіміз бітті. Қосып алдық, енді ішіне әдемілеп қырып тастаймыз осылай. Осы жіптерді былай жіптің арасына тығып тастауға болады. Осылай. Енді екінші жағын тоқып бітірейін қазір. Екінші жағында қосып аламыз. Түйіп аламыз. Сол түйіп алған жеріңізден петля шығарасыз да, тез тоқып тастайсыз. Тоқылған жақ пен тоқылмаған жақтың екеуінің разницасы, айырмашылығы болады. Кейбіреуге тоқылмаған ұнайды, кейбіреуге тоқылған осылай ұнайды бекітіп. Сондықтан әртүрлі қылып жасап қойыңыздар. Күніне неше штугін жасауға болады.
ішінде бірнешеуін тоқып тастасаңыздар өте жақсы. Кішкене қалды, қазір тоқып бітіреміз. Түруге кішкене ғана қалды. Қазір түгелімен көрсетейін сіздерге қалай тоқып біткенін. Аяғына дейін қараңыздар. Өздеріңіз де осыны тоқып отырсаңыздар, аяғына дейін бітіріп, өз жұмысыңызға баға беруіңізге болады. Мына уже ең соңғы бітірді. Енді неге осылай қосамыз. Екеуін қосып алсаңыз, осылай қосып аласыз. Міне ровно түсті. Күшіктерді жағынан тауып алуға болады. Бәрін тауып тастауға болады. Жөнеп қоямыз. Қазір şimdi осы әдемі болып неге түсті. Енді кейбіреу болады, гүл жасауы мүмкін, кейбіреу осындай гүл жасасаңыздар болады. Мына әдемі тоқылған осы сияқты. Мен қазір мынаны былай тегетін боламын. Әркімге әрқалай не ұнайды. Мүмкін үшеуін қосып бір жерге тігесіз былай. Мұнда әдемі болады. Міне осылай біздің абатогымыз бүгінгі жұмысымыз аяқталды. Қыздар қалған жіптерден тоқылған. Сау саламатта болыңыздар.